Қайырлы күн достар, сіздермен бірге онлайн сауда және де мен Перизат. Бүгін сіздермен көптеген тауарлар, осы лампалар жөнінде солармен бөліскім келіп отыр. Бізге жаңа тауарлар келді. Бұлардың ішіндегі ең қызықтыларының біріншісі мінекей Bluetooth лампа деп аталады. Бұлай аталу себебі бұл лампаны мінекей патронға бұрау керек. Бізде ручной патрон бар. Бізде өнертапқыштар ағаның жасаған туындысы. Мінекей бұрадық. Звук шықты, байқасаңыздар, бұл яғни Bluetooth-ның қосылды деген білдіреді, және әртүрлі мінекей подсветкалар болып қосылып тұрады. Енді бұның тағы да екінші ерекшелігі, бұның лампаның ішінде колонка орналасқан. Енді колонкаға біз өлеңді жалғау үшін мінекей телефоннан әуелі Bluetooth-ды қосамыз. Настройка арқылы лампамен екеуін жалғаймыз. Мінекей менде уже автоматически қосылып кетті лампамен бірге. Енді өзіміз қалаған кез келген бір өлеңді қосайық. Мысалға мынау мінекей барлық дауыс ашық тұр. Мінекей колонка және подсветка екеуі бірге бір лампада. Өте күшті зат. Келесі тауар ол мінекей бізде патрондар, яғни біз білесіздер ғой, онлай лампамен айналысатынымыз барлығымызда. Бұл лампаларды, яғни біз суға батырып жағамыз немесе патронға бұрап қоятынбыз. Және оған қазір қосымша мінекей мынандай патрондар шықты. Осы патрондарға бұрау арқылы бұны как ілгіш ретінде қойып қоюға болады. Мінекей ілгіш, кәдімгі киім ілгіштер сияқты біздің. Өте жақсы, байқасаңыздар. Бұл міне екі. Үшінші зат, мінекей бізде тағы да мынандай лампалар келді. Бұл лампалар күннен қуат алады. Яғни жоғарғы бетінде күн батареясы орналасқан. Бұл батареяға күндіз күн жарығынан өзіне энергия алу арқылы түнде 8 сағатқа дейін жанады. Бұлардың жұмыс жасау мерзімі 5 жылға дейін жетеді. Мінекей өзінің қорабында нелер бар, шуруптары бар, сол арқылы қабырғаға бұрап қояды. Лампаларды жағады. Бұлар қазір мінекей жанбай тұр. Бұлар тек қараңғыда ғана жанады, күн жарықта жанбай. Сол үшін мен мына стикерлердің көмегімен оның төбесін қараңғылаймын. Панельдің мінекей қараңғыда жанады. Қараңғы болған кезде өзі автоматически қосылады. Тоқ жемейді, ешқандай үйден қосымша энергия кетпейді, яғни тікелей күннен алып, өзінің өзі ақтайтын жақсы заттар. Ішінің бәрі светодиоды, мінекей диодтар ішін ақтарып көрсете алмай, өкінішке орай, себебі мына жағын бәрі бекітіліп тастаған. Бұл дегеніміз, яғни біздің панельдің де, диодтардың да жақсы орнатылғанын көрсетеді. Мінекей екінші лампа, бұлар еще дыбысқа да әсер етеді, байқасаңыздар. Екеуі де функциясы бірдей, тек түрлері сәл ғана өзгеше, ал баға жөнінен бірдей болады. Бұларды да қараңғылау керек. Мінекей тоже диоды. Екеуінің освещениесі бірақ екі түрлі болады. Бұлаймен қабырғаға бекітіледі үйдің стенасына и жарық береді. Есік алдына қондыруға өте жақсы заттар. Үшінші зат, төртінші, мінекей уже бесінші минутта келіп қойыппыз санап отырған кезде. Бұл мінекей факел. Бұл ресторан, кафе, немесе бақшаны, есік алдын оформление дейміз ғой, безендіруге арналған. Себебі бұның жануы өте ерекше. Бұл да мінекей күн батареясынан бетінде мінекей панель орналасқан. Солнечный панель. Бұның да мерзімі 5 жылға дейін жетеді. Күндіз жанбайды, тек қана қараңғыда. Сондықтан бұны қараңғылау үшін мен қайтадан стикермен бетін жабам. Қараңғы болу керек.
мінекей жану ерекшелігі алау жанып тұрған сияқты көрсетеді факел. Мінекей осындай бізде жаңадан келген тауарлар бар. Қосымша сұрақтарыңыз болса, видеодан кейін чатқа немесе де YouTube желісіне қазір жазсаңыздар болады. Барлық сұрақтарыңыз бойынша сіздерге жауап береміз.